нәтижелеріні четмеге вақыт келді. Студияда Султания Ситакаева чалыша. Эсас Одиссеева қайларға кечеміз. Кечік койының бұйық меселелері, елсузлық, ярық, вегаз олмамазлығы сарайлы қият уч койының сәкенлері ашыры чарелеріні көрмеге мечбурлар. Чемпионлар балы Ахмеджетте ең яқшы спортчыларыны ве идманчыларыны тантаналы суретте тақдирледілер. Арзу эт чөнки арзулар керчеклеші. Ахмеджеттеки махсус мектебінің балаларына яны ел байрамы тешкіл етілді. 103,6 енді ватан седасы радиосы Қарасу базарда яңғырай. Остановись мгновение. Ахмеджетте беллі фоторессам Шевкет Сулеймановның сергісі açılды. Бұл ведігер малюмат ақта 20 даққа içinde білежексіңіз. Бүгін Ахмеджетте чемпионларының ань-аневи балы кечірілді. Мұнда ең күчлі спортчыларыны ве идманчыларыны мүкафатладылар. Тавсилатлыжа Мухаммед Зикирьяев біле. Юнан Рома күреші бойынша Дүния ве Европа чемпионы Эмин Сифершаев өзінің шерефлі мүкафатыны әлді еті. Ел девамында о исрарлықнен идманлар кечірді. Халқара ярышларда іштірақ етті. Бізім спортчымыздың медаллері ве ғалебелері чоқ. Бұл салонда да ең күчлі спортчыларыны тағзирленділер. Олар бұтын ел девамында қойылған мақсатларға ирішмеге тырыштылар. Бұл ерде идманчылар, спорт усталары ве акимиет векелері топландылар. Спортсменам успехов, конечно, в 2019 году новых побед, завоеваний. Соответственно, вот мы с коллегами проговорили, посмотрим, как еще поддержать наших спортсменов. Выезжая на соревнования, я думаю, что практически сейчас все федерации получают поддержку. Сборной команды Крыма одеты, обуты. Форма спортивная, благодаря поддержке Черноморнефтегаза, то есть практически всем была приобретена. Күреш, бокс, велоспорт, еңгіл атлетика, қырым спортчыларыны чешіт номинацияларда мүкафатладылар. Бұтет бірінді 25-ші кересі кечірілі. Сергей Багаваров ве оның идманчысы Хвича Хасая пауэрлифтингді юксек ирішмелері үшін кубок әлде әттілер. Багаваров дүния чемпионы деп сайла. Очень приятно получить от главы республики кубок. Это, я считаю, хорошая награда. Қырымда спорт бұйық адымларнен оге кететік. 2018 сенесі девамында бізім спортчыларымыз 500-ден зияды медаль қазандылар. Қырымның 6 спортчысы дүния чемпионлары сайлалар. Олар ярамадамызда ең күчлі инсанлардыр. Келечек сене акимиет енді бұтын муниципалитетлерде 200-ден зияды спорт мейданчықларыны ерлештірмеге планлаштыра. Нам приятно, что у нас есть училище Олимпийского резерва, где многие приезжают к нам учиться, получать образование. Поэтому мы все делаем для того, чтобы наши крымчане как можно больше завоевывали золотые медали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских игр. Ананеви тедбір елбаш байрамынен әвел кечірілі. Тамам шу ерді 12 ай içindeki спорт нәтижелеріні чықаралар. Мухаммед Зикирьяев, Аким Бекиров, Миллет үшін. Мужезе олғанына инанмақ керек, чүнке арзулар керчеклеші. Бүгін Жумхуриет башы Ветасиль Назиры Наталья Гончарова ақиқи тылсымчыларға чевірілділер. Олар Ахмеджеттеки махсус мектебінің талебелеріне православ Святой Николай байрамынен хайырладылар. Тедбірде бізім тақымымызда болынды. Бұл Ахмеджетнің екінші санлы мақсус мектебі мұнда ғайет истидатлы талебелер оқуйлар. Олар әпісі мужезеге ешаналар ве әлбетті әрбірінің арзусы бар. Яны ел арфесінде алы барыжының. Насыл бақшыш істейсіз деген суаліне әпісі чеші жауаплар берділер. Талебелер арасында смартфон, компьютер, аяқ машина істегенлер бар. 10 яшлы Тимур Мустафаев яқында телеканалымыз чықарған Лейханын хараманы еді. Бүгін ода ос істегені сеслендірді. О гитара істейім деді. Тимур 4 яшында олғанда бүтін әлифбені біле ве балабақчаға қатнайды. Оғлан тез инкишаф етейді, ама мектеп рәлесіне отырмаға оламады. Екімлер балаға қорқыншылы хантыр қасталығы диагнозыны қойдылар. Тимурның узвееті керекли ферментны ішлеп чықармады. Ойсе узвееттен токсинлеріні чықармақ керек. Бұл қасталық бүтін мүчелеріні боза, әмді қастаны зейірлей. Жиди қасталыға бақмадан Тимур пек фаал оғлан. Оқумаға севе етрафтаки мұйтнен мерақлана спортнен оғраша, әмді сабырсызлықнен яны елны беклей. Мерасимде оғланны әшіттілер, атта оның арзусыны керчеклештірмеге ваде еттілер.
ваши глаза, ваши эмоции, ваши ответы и ваши пожелания. Извините, Сергей Ильич, это очень непедагогично, и я, может быть, не всегда себе могу это позволить, но разрешите я одно пожелание о подарке, а именно о гитаре, вот мальчика, я выполню лично. Потому что в такой школе еще один ученик с точки зрения развития творчества, это только здорово. Эпосы балалар үшін мұсафарлер татлы бақшышлар кетірділер. Ярым ел девамындайын яқшы нәтижелер көстерген талебелеріне есе Жұмхуриет елбашчысы стипендиялар или тақдерледі. Сергей Аксенов әнді қайдетті ки, эпосы оқу мәселелерін тәмірлемек керек. Энді 2019 сенесі бұл мектептің азбары асфальт ile төшележек. Спорт дерслері үшін махсус мейдан ерештірележек. Добрые дела всегда надо помнить, всегда вознаграждаются. То есть, как бы Господь видит наш, и люди чувствуют это. И на самом деле, то есть, это тот день, когда надо добрые слова говорить и дела, поступки там совершать. То есть, как бы помогать тем людям, которые особенно в этом нуждаются. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Энді бір автодан сон Жұмхури бала клиник хастаханесі ичун дайека операцион ханесі құрылажақ. Оларны сонғы стандартларға көре донатылажақлар. Бұл ақта Қырым парламентінің спикері Владимир Константинов хастаханеге келген вақыт тариф етті. Бұндан да ғайры о хасталарыны Азиз Николай Кунунен қайырлады. Жұмхуриет Девлет Акимиетінің юқары қанун чықарайжы органының ел башчысы онкогематология бөлігінде де болынды. Әрбір палатасының қапысыны бақшышлармен açtım, хаста балалармен субед еттім. Кенжелерге тез жеті дәвеленмеге, онларының ана бабаларына есе сабыр ве құч хувет тіледі. Получено колоссальный объем оборудования. У нас уже 5 новых современных операционных. Мы сейчас посетили 2 новые операционные, которые сдаются через неделю. Будем перерезать ленточку перед Новым годом. То есть будет итого 7. Это более чем достаточно на весь объем. Самое современное новое оборудование. Поэтому по всей специализации болезней. Поэтому мы готовы бороться со злом по всем направлениям. Симашка адына клиник хастаханесі оғынды құрылған чоқ профилі тиббиет мерkezінде алып барылған ішлер график бойынша кетті. Объект вақтында тапшырылажақ. Бұл ақтан нәтиже матбуат конференцияда Қырым Жұмхуриетіндегі сағлық сақлав назира Александр Галенко хабер етті. Бұл сене сағлық сақлавның 40 объекті эксплуатацияға тапшырылды. Бұл фельдшер эбанай ноқталары ве екім амбулаториялардыр. Қайдетмелі ки анда енді тибби ярдым көстерілі. Строители работают в графике, и мы напоминаем, что окончание строительства ровно через год. В отношении здравоохранения 9 проектов здравоохранения. Мы сейчас уже начали отрабатывать 2 из них по материально-технической базе. Это развитие детского здравоохранения. Сейчас мы приобретаем оборудование для детских поликлиник. И развитие паллиативной медицинской помощи. Yollar ve ışık yok. Adamlar susuz yaşaylar. Kırım paytaxtından birkaç kilometr uzaklıkta ayat toxtadı. Nasıl etti böyle şarayetsız vaziyette insanlar yaşayken? Bunu muhbirimiz Safiye Şukurova öğrendi. Bu sarайлы қият уч малесі. Бұл ерлерді 2008 сенесі наразылық тарласы еді. Шымды аман-аман әпісі сәкенлер дамарталарына весиқаларыны алдылар. Ләкин соқақларының серлевалары yok. İnsanlar дамарта номерларында язылалар. Ама бұның да файдасыны көрмейлер. Хайди цивилизация еліклерінен олар не үшіндір қоланып оламайлар. Бір мұрачатлар, нәтижелер кетірмейлер. У нас здесь живут очень сильно много молодых семей, у которых есть маленькие дети. Но у нас на поле не присутствует ни воды, ни света, ни газа, абсолютно ничего. И дороги тоже, в том числе. Куда бы мы ни обращались, что бы мы ни делали, у нас вопрос стоит только в одном. Сходите в другую организацию, это не мы, это второе, это третье. Картам, келем, çamurga batam, svetleri yok, gazları yok. Pek udosuna bir 5-6 bala. Bir akayım çalışa bek kıyın. Onun için de bek netem sorayım sizlerden, Allah'tan bu poylağa süvet versinler.
gaz versinler, yol yapsınlar. Meni istegim şu kızım. Yaşlar rahat olsun, yaxşı yaşasınlar. Амирдин ailesi bu tarlada birincilerden olarak kuruldu. Çünkü mecbur oldum yaşamağa yerim yok idi dey. Endi 10 yıldan ziyade Mahmudovlar veda otusa ile ışıksız, suvsuz ve yollarsız koyda ömür geçiriyorlar. Нужно было хоть какую-то воду, чтобы была вода. Были собраны деньги со всех, ну, с Джимата были собраны деньги, чтобы пробурить скважину. Скважина у нас 35 метров, вода с известняком. Вот тоже на общественные деньги покупалась бочка, здесь емкость, кубовая емкость. Верхний насос, который открываешь, дома кран, качается вода. Кто ведра набирает, кто в какие-то емкости набирает, домой тащит. Өз күчлерін енгерлі сәкенлер көйде шарайтлер япмаға тырышалар. Қойу қаздылар, ама электрик теменленуінен ағыр жауылды. Мирная экималесі бірқач метр яқынлықта ерлеші. Андан оларға вақытын жевекесмен электрик кечірділер. Ама бұл қафлы иш. Теллер асылы тура ве әр заман қапатлама ола біле. Обращалась в Крымэнерго. У меня проект есть. Сказали, сделайте проект. Документы сделали, а света так и нет. Ни одного столба, ничего. Сколько можно ходить? Мы что, не люди, что ли? Год ходила. Здесь свет всем сделали на улице. Целый день горит. Нам приходилось, хочешь не хочешь, воровать свет у них со столбов. И люди написали заявление, нам Крымэнерго якобы обязалась поставить какой-то щит. Вот нам поставили щит, пожалуйста, посмотрите. На этом щите вы просто увидите, что у нас стоят счетчики, к ним подключено 3 фазы напряжения. Если есть люди, соображающие, что 3 фазы напряжения не позволяет элементарно даже одному дому нормально питаться. Койде эсасин яш, чухбалалы айлелер яшалар, yollar olmağını себебінден bu yerге не такси, не acele yardım келе. Тюкенлар да yok, балаларға мектепке хатнамақ күнки сынавға кечіріле. Вообще невозможно проехать, машины портим, подвески убиваем. Сыпьте дороги, пожалуйста, чтобы дети добирали школу, чтобы заезжала к нам скорая. Идти за хлебом нам надо на конечку туда, в конечном дубки 48-го маршрута. Кой проблемалары ақта эркез біле. Сәкенлер эпісімой сеселерге мұражат әттілер. Район мемориеті сеттикаран беклемеге чағыра. Начиная с 2019 года, равно как муниципальные, так и региональные программы, включаются необходимые объекты инфраструктурного значения, такие как строительство линии электропередач, линии водоснабжения, ну и, конечно, дорог. По предложению администрации федеральной целевой программы включено строительство линии электропередач на массиве. К сожалению, по технологическому присоединению Крымэнерго в установленные сроки не выполнены работы. Администрация, в свою очередь, обратится к руководству Крымэнерго с ходатайством ускорить выполнение данных видов работ. Сәкенлерінің сабыры аман-аман бітежек. Егер қысқа мүддетте меселелер чезілмесе, олар прокуратураға ве сонра президентке шикайет етежеклер. София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Бір инсан ғайып олды. Қырым полициясы Ялта мемориетінде кемемаржылық ве шиер құруджилығы идаресінің елбашчысы вазифесіні еда еткен Эдем Керимовны қыдыра. Бұл ақта Қырым Жұмхуриетінде çalışқан ішкі ішлер назирлігінің матбуат қызметінде хабер етіле. Идареде білдіргенлеріне көре Эдем Керимов 3 авта евелсі іштен шықты, ама евге қайтып келмеді. Шер мемориетінің елбасшысы Алексей Челпанов білдіргеніне көре, Керимов 28 ноябрь күні хасталық кағытыны алды, о вақыттан берлеп баға шықмады. Ғайыплік аризасыны Ялтаның полис идаресіне Эдем Керимовның бабасы язды. Құруджилар Ахмеджетнің бұйық тижари мерkezlerini тешкірділер. Бұ ақта февкуляды вазиет назирлігінің матбуат қызметінде хабер етіле. Тедбір елбаш байрамлары огünde Русия Федерациясы акимиетінің авалесі бойынша кечіріле. Эсасин объектлерінің янгынға қаршы вариетіні тешкірелер. Құртарыжылар сигнализация ве янгын сөндірілу системасыны сынап бақтылар. Ихтият чықышларының электрик теллеріні тешкірділер. Бұндан да ғайры хадимлерінің азырлығы севиесіне де қимет кестілер. Пландан тыш тахлие де олды. Қайт олынған епісі хаталар яқын вақытта yok етілежек. На сегодняшний день проверка была начата в торговом центре «Меганом». Это самый большой торговый центр в Республике Крым. Были включены системы пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре. Была проведена эвакуация людей. Были проверены службы охраны данного торгового центра, их действия при возникновении чрезвычайной ситуации. Результатом проверки системы сработали. Эвакуация прошла успешно, в установленное время, замечаний нет.
Юз учве алты далғасы енді Ватан Седасы радиосыны Қарасу Базар районында да діңлемек мүмкін. Миллет телеканалының мұхберлері Тереклі Шейх Эли, яғни Мельничная койының сакиніне Эмирулла Фазыловға радиоприемникні әдие еттілер. Севімлі ерлар музыка вейлбетті ана тіліміз. Ниет Эмирулла ағаның әвінді қырымтатар нағмелері яңғыражақ. Койның ән итибарлы сакины 97 яшлы қартқа радиоприемник бағышланды. Эмирулла аға жен квесюргүлік фаджаларны башындан кечергендір. Амма о бұға бақмадан аят север инсандыр. Әндіден сон қартымыз Ватан Седасы радиосыны деңлеп, ана тілде де малюмат алacak. Енді башлады біздің Қарасу Базар районда Ватан Седасы далғасы тұтмаға. Аллаға шүкірлер болсын. Койның ісқады Тереклі Шейх Элі. Бұ ерде бинглер яны инсан яшай. Койды медениет эві китапхане ве мектеп бар. Да радиода олса, дей еді сакинлер. Меселя шунда ки бұ ерде сигнал ярамай тута. Ама шымды мутахасыслар шу проблеманы чезмеге тырышалар. Ве энді приемниклерні алған инсанлар Қарасу Базар районында Ватан Седасы радиосыны 103 ве 6 далғасында тапа білелер. Чағырамыз бұтын біздің койдешлерімізні ве районда яшаған адамларны радиода біздің соғбетлеріміз муфтияттан чыған ожалар бар. Олар бір хадислер, айетлер айталар біздің халқымызны doğru yolға, хидаетке чағырмаға вақыт тырышалар. Onun үшін мерақлы программалар, мұнақашалар, милли музыка ве қырымтатар ижрачылары. Бүгін Ватан Седасы бұ қырымтатар медениет ве урф адетлеріміздің акисыдар. Бұ радио әркүн білгі артырыжы, дини әгленжілі программаларны яйынлай. Олар эпосы милли мевзуатларнен сық бағылыдыр. Çok aylar devamında, çok yıllar devamında aytsam da yanlışmam. Çünkü bizim vatandaşlarımız bizge müracaat etip, bizge ricada bulunaydılar. Ne vakit bizim Vatan Седасы radyomuz endi Қарасу Базарда yanqıracaq. İşte aytacağım ne? Dostlar, Қарасу Базарда 103 ve 6 FM dalgasında bizden dilemege mümkün. Bundan da gayrı yakın vakitte keyfede bizim dalgamızını tutmak mümkün. Bundan gayrı yani yılga kadar. Ватан Седасы шымдылық бұтын ярымадамызда яйынламай. Ама НДТЗден радио Қырымның әрбір көршесінде діңлемеге мүмкін олacak. Чүнки Ватан Седасы бұл көңілін ратлығы бағышланған далғадыр. Мухаммед Зикиряев, Лия Усинова, Владислав Кравцов, Милет Ичун. Остановись мгновение. Фоторисам Шевкет Сулейманов озының уникаль ишлерінен әнді Романия, Туркия ве Башқұртыстанны айретті қалдырды. Яқын күнлерде белі фотообъектив ұстасының ишлерінен Қырым татарларға да яқынжа таныш олмаға қысмет олды. Ахмеджетте Қырым татар тарихи медени асабалық музейінде оның сергісі açılды. Ұстан насыл етіп вақытны тоқтатқаны Ақта Сабрия Алимова тариф етежек. Жошқон қайтарма, дойғылы тымтым ве гүлдестелер. Шевкет Сулеймановның меслектешлері, яқынлары ве сой соплары оның бедей фото сергісінің açылуынен хайырламаға келділер. Устаның әсерлері саде фоторесімлер дегіл. Бұ анлер калейдоскопыдыр. Ресамларының фікіріне көре кележек несліміз бұ ішлерге баққанда біздің девіріміз ақында тасаввур етежеклер. Мы увидели мальчика с великолепной фотографией, читающего Коран. Очевидно, это в Ханском дворце. Свет такой хороший, отличный для фотографии. Шевкет Сулеймановның ішлері чешет мевзуларға бағышлана. Оларның серлевалары да фарқлы. Классика и традиция, окно в Европу, выброс адреналина. Лякин фоторесамның ижадында эссас ерні Қырым татар медениеті вес санаатына айыт белі ирбапларының психологик портретлері ала. Ресім ұсталары қайдеткенлерінен көре ренкле ресімлер серджілерінің диқатының зияде желпете, амма ұсталықның ән yüksek севесі деп қаралы биязлы фотолар сайла. Черно-белая фотография перерастает в цветную фотографию. И если цветная фотография фиксирует человека, его одежду и множество других второстепенных, распыляющих восприятие деталей, то черно-белая фотография, она фотографирует душу. Сергі фотообъектив ұстасынан доған көне бағышланды. Бұ ерде 60-тан зияде жанр ве мевзуат бойынша есерлер топланған. Бұ Қырымдаки яқын ве ұзақ шетел мемлекетлердегі кезінтілерден келген тұрмыш манзараларыдыр. Әрбір фото муалифнің гонул терелнігінден бақылған чешет этносларының дүрберлігі ифаде етіле.
Шевкет Сулейманов оның сергісінде текренклі фотосуретлерді гілді қара бияз түсті яратылған фоторесімлері де бар. Фото устасы дәймеліктен бір ань алып, оны ебедиетте сақлай. Бірінші кере фото чықармақнен Шевкет Сулейманов 5-ші сыныфта меракланды. Бұл ұсталыққа оны бір кемсе огретмеді. Ресам тәсіл алған зенаты бойынша құручыдыр. Ләкин 2012 сенесінен берлі о өміріні бүтінлей фоторесамжылыққа бағышлай. Бір кадрда вақтыны тоқтатмаға ве серджеге алышқан шейлерге башқа назарына ачмаға тырыша. Программируешь мозгом, видишь глазами, нажимаешь сердцем. Вот и получается вот такие моменты, мгновения, которые вот запечатлены на этих фотографиях. Шевкет Сулеймановның фікіріне көре фоторесім бұл қағытта ишық ойынның көстерілмесідір. 5 ел девамында Шевкет Бей өз коллекциясыны Башқұртстанда чекілген фоторесімлерінен толдыра. Енді 2020 сенесі бұл фоторесімлер азыр олacak ve бүтін этнофестиваль шеклінде тағдим етілежек. Мутехасыслар Шевкет Сулеймановның фотолары чешіт музейлерді тағдим етілмесінен ғайры бүтін Қырым татар милетінің алтын фонды олып қалажығында еминлер. Ахмеджетте елбаш байрамларына бағышланған бұйық ярмалық декабрь 22-сінде кечірілежек. Оның кечірілу еріне барып етмеге қолайлы ве бедава олacak. 8 йөнелеш бойынша автобуслар қайтнажақ. Бұл ақта Ахмеджет мемориетінің елбашчысы Наталья Маленко хабер етті. Біз ісе қатырлатамыз, бұл сене елбаш ярмалығы Ахмеджетінің иқтисади гимназиясының янында Московскай мейданында ерлешежектір. Бұндан да ғайры Дмитрия Ульянова соқағында, Кечкемецкая ве Белокуна соқақларының чапразында ве Куйбышева соқағында да бойле мейданлар тешкіл етілежек. Нақлият қатнавы қысмен қапалы олajaqtыр. Бойлеліктен яйынымыз соңына етті. Мен сізге ие ақшамлар тілейім, біз іле олыңыз.